Мақта қыз бен мысық. Мақта қыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Мақта қыз келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығынды төгем дейді. Мақта қыз, мен құйрығынды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді, мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз, менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр айтады, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсен, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Ей дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсен, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, ін қазып жатқан бір тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тарым бар дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді, тауық жұмыртқа береді, жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді, дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді, қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді, ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді, сиыр қатық береді, қатықты апарып мақта қызға береді, мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Мақта қыз бен мысық білім ал сайтынан.